Ал Оралда саябақ орнына көп қабатты тұрғын үйлер салынған. 30-ға жуық ғимарат қаланың бас жоспарына сәйкес келмейді. Облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет мамандары қала құрылысына талдау жасап, өрескел заң бұзушылықтарды анықтады. Жеңіс шағын ауданындағы осы үйлердің орнында тынымбақ құрылысы жалғасуы керек еді. Алайда бұл аумақта 9 қабатты баспаналар бой көтерген. Ал Досмұхамедов, Сарайшық көшелерінде коммерциялық үйлер рұқсат құжаттарынсыз салынған. Шаһарда бас жоспар жобасының талаптары бұзылған 27 ғимараттың бар екені анықталды. Заң бойынша бас жоспар бір рет бекітіледі, және оны өзгерту деген өте қиын нәрсе. Дегенмен оны 30 рет өзгерту деген сөз, мына жерде егер сквер болатын болса, оны алып тастайды да, бизнесмен немесе де басқа тұрғындарға сол жерге 9 этажды, мысалға екі үй салуға, немесе бизнес орталық салуға, әйтеуір бір өте жақсы пайда әкелетін құрылыс нысандарын салуға рұқсат беріледі. Соңғы 3 жылда 3000-ға жуық жер телімінің пайдалану мақсаты өзгерген. Зердесі бұзылған балаларға арналған облыстық мектеп-интернаттың жер телімі кадастрда дұрыс көрсетілмеген. Салдарынан оның бір бөлігі жеке тұлғаға өтіп кеткен. Ал қаланың қақ ортасындағы жаяу жүргіншілер жолына кәсіпкер жазғы дәмхана ашып қойған. Талдау нәтижесінде біз құрылыстық қызығы комитетіне бірнеше рет асып кететін 50-ден аса объект анықтадық. Ұсыныс қазіргі уақытта берілді, жоспар жасалынды, бекітілді. Қазіргі уақытта бұл сұрақтармен енді уәкілетті мемлекеттік органдар айналысып жатыр. Санитарлық қорғау аймағына жататын Орал-Жылаев тас жолы мен темір жолың бойында 9 қабатты тұрғын үй салынған. Жобаға түзету инвестор мен тапсырыс берушінің өтінішінсіз енгізілген. Қала әкімі сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет департаментінің талдауындағы заң бұзушылықтарға қатысты түсінік берді. Екі іс қазір сотта қаралып жатыр. Соттың шешімі шыққаннан кейін 5 этаждың орнына 7 этаж салған, үстіңгі 2 этажды алып тастады. Соттың шешімі бұзу керек деген шықса, онда бұзылады бұл үйлер. Соңғы 5 жылда Оралдың бас сәулетшісі 8 рет ауысқан. Бір ай бұрын қалалық сәулет және қала құрылысы бөлімінің бұрынғы басшысы Марат Тәшенбаев пара алғаны және қызметін асыра пайдаланғаны үшін 7 жылға сотталды. Ардақ Мұратқызы, Қайырбек Ерболатұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Батыс Қазақстан облысы.